ойынына ұқсас ойынды 1866 жылы Канада мемлекетінде әскери борышын өтеп жүрген жауынгерлер ойлап тауыпты деген ақпар бар. Бұл ойын 1875 жылдан бастап спорт ойын дәрежесіне көтерілді. Ал 1879 жылдары хоккей спорт ойынның ережесі бекітіліп, 1884 жылы кәсіби Канада хоккей командасы дүниеге келеді. Хоккей ойынына арналған жасанды мұз айдыны 1899 жылы Монреал қаласында салынған. Бүгін сіз бен біз осы спорт түрі жайында әңгіме айтамыз. Ал қазір хоккей қарқынды дамып келеді. Біздің елде бұқаралық спорт түріне айналғалы қашан. 2018 жылы Қазақстанда 3000-ға тарта кәсіби хоккейші болса, бүгін бұл көрсеткіш 2 есе ұлғайған. 2015 жылы 5000-ға жуық жеткінші хоккей ойынын үйренуге ден қойған. Сонымен қатар әуесқой ойыншылар арасындағы статистика таңғалдырады. Соңғы 4 жылдың ішінде олардың қатары 4 есеге ұлғайып, 3000 адамға дейін жеткен. Бұл ресми тіркелген командалардағы нәтиже ғана. Біз бүгін хоккейге қызығушылық танытып жүрген жандар үшін Алматы хоккей клубының жаттықтырушысынан бірер кеңес сұрадық. Они приходят, они падают здесь. Алғаш келген адам мұз үстінде бірнеше рет құлайды, 3-4 күн бойы қайта-қайта құлап тұрады. Егер осы жолда таңдасаңыз, бастысы берілмеу керек. Ерік жігермен жұмыс істеп, барынша шыдамдылық танытқан жөн. Ал балаңыз хоккейге қызықса, қанша жастан бастап бұл спорт түріне әкелуге болады? В хоккей можно приводить. Хоккейге балаңызды 4-5 жастан бастап алып келуге болады. Бала үшін де жаттықтырушы үшін де оңай болады. Негізгі хоккейші болам деген бала қанша жаста болмасын, ең алдымен ынтасы болу керек. Ынта жігері жоқ адамға әлденені үйрету қиынға соғатыны анық. Егер бала кішкентайына хоккей ойыншысы атанғысы келіп, ынтасы болса, тез-ақ үйреніп алады. Сонымен хоккей жайлы қызық деректе аз емес. Атаңызға айналған футбол қақпашысы Лев Яшин бастапқыда хоккей қақпашысы болған. Кәсіби хоккейшілердің шамамен 70% мұз айдынында кем дегенде бір тісін жоғалтқан деген деректе бар. Ал мықты ойыншы өткізіп алған шайба сағатына 190 км жылдамдықпен сырғиды екен. Тағы бір қызық, хоккей тарихындағы ең нәтижелі ойын Оңтүстік Корея мен Таиланд құрамаларының кездесуі болды. Командалық ойын кореялықтардың пайдасына 92-де 0 есебімен аяқталған екен.